Ассалаумағалейкум, құрметті достар мен көрермендер. Бүгін мен сіздерге GTA 5-тен мод орнатып көрсетемін. Жалпы басынан аяғына дейін. Онымен қоса оның машиналардың оның бөлшектері екен білесіздер өздеріңіз. Қане бастайық, көп сөзді қойып. Бірінші сіздерге мынандай Open 4 деген программа керек. Бірінші сіздер Open 4 дегенді аласыздар интернеттен. Мен әлгі модымды алып қойған. Қазір сіздерге көрсетейін. Оны интернеттен қазір жоқ болып тұр. Алып қойған. Қазір кіріп көрсетейін сіздерге. Toyota Supra деген машинаны орнатып көрсетемін сіздерге. Кеттік. Бастайық. Бірінші сіздерге Open 4 кіреміз. GTA 5 таңдаймыз. Бірінші кіргенде редактирование деген ұмытпаңыздар. Бұлай істер. Көбісі білмей жатады, бұны мен де бірінші түсінбеген. Міне бірінші осы Open 4-ті басқанда бұлай инструментіге кіресіздер. AC Manager деген бар. Осыған кіресіздер. Мыналар бар. Сіздер ұмытып кетпеңіздер осын. Осыларды бүйтіп көк болып тұрады, біріншіге установить деп солардың барын басасыздар. Әйтпесе мод басылмайды, керісінше GTA 5-ті білдіреді. Көптеген модтар GTA 5-ге керісінше әсер тигізеді, сондықтан барлығын орната беруге болмайды. Абайлау керек, құртып аласыздар әйтпесе. Repals, біз бұны рабочий столға түсіріп алайық. Қане бастайық. Жоқ, керек емес. Мұнда тағы біреу бар ма? Бастайық. Енді қараңыздар. Update деген кіресіздер. X64 DLSPAX үшіншісіне кіресіздер. Мынаған кіресіздер. И Levels GTA 5 смета. Енді мынаны қосып аласыздар. Бұлай істейсіздер. Жаңағы машинаға кіреміз. Міне мына жерде бар. Мынаны керек жоқ мынаусы. Mods RPP деген бұл тюнингтер ғой, қосалқы бөлшектері. Сондықтан үшеуін ғана белгілейміз. Тағы осындай тағы бір ұқсас жер бар. Оған да тастамасақ болмайды. Әйтпесе орнатылмауы мүмкін кейбір машиналар. Levels GTA 5. Оған да дәл осылай жасаймыз. Міне. Сосын оның енді қалғаны тюнинг. Оған міне мына таңдайсыздар. X64i RPF-ны таңдайсыздар. Мынаған кіресіздер. Мұнда масса көрі бар ма екен, көрейік. Бұл жерде жоқ екен. Сондықтан бұлай істейсіздер. Қосасыздар. Тек мұна біреусін ғана таңдайсыздар. Открыть дейсіздер. Содан кейін бұлай. Тағы осыған ұқсайды, тағы жер бар тастайтын. Сонда тастайсыздар. Мұна бірісін таңдайсыздар. X64 Levels. Мұна бірісін таңдайсыздар. Мұнда да сол. Мұнда бар ма екен? Көрейік. Мұнда бар екен, бұны бұлай істейміз онда. Удалить етесіздер. Содан кейін басқа өзіңіздің қосып аласыздар. Болды, осымен енді GTA 5-ке кіріп көрейік енді. Ал енді көрейік. Black girls in the bedroom, white girls in the bathroom. Fuck what I did last night.
Öne. Көздегі машинам жолда. Енді төне көрсетеміз. Оның бірінші мына жақта Лос Сантос Кассимус. Барып жатта телепорт Totally awesome. The 90s were a blast. And the only thing that got us through the war on terror of the last decade was non-stop. Best music on the radio. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up. From Hub 4's studio album, this song is Bad Girls by MIA. Ah, Suki Suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest. Міне, қазір оны кино. What brings you in today? Good to go.